Батыс Қазақстан облысында электронды архив жобасы жүзеге аса бастады. Бұл мақсатқа өткен жылы облыс бюджетінен 110 миллион теңге бөлінген. Аталған қаржыға арнайы бағдарлама жасалып, әрқайсысы 11 миллион теңге тұратын 4 сканерлеу аппараты, құжаттардың сандық нұсқасын сақтайтын серверлер сатып алынды. Облыстық архивта 25 мыңдай қор бар. Әрбір іс жүздеген парақтан тұрады. Өткен желтоқсан айында мұрағат мамандары 500 мың бет құжаттың сандық көшірмесін жасаған. Енді туған өлкенің тарихын түгендеушілер архивті ақтармай-ақ мәліметтердің бірыңғай базасын үйде отырып ақ қарай алады. Ол үшін электронды сандық қолтаңба арқылы керекті деректерге тапсырыс берсе жеткілікті. Маған өзіме логинмен, жаңа паролін берді, сонымен үйде отырып да компьютер қосып кіредім. Сосын үйде отырып жұмыстанымда, мұнда келгенде мен заявка беріп қойсам, тапсырма. Маған осындай уақытта келіңдер деді, мен алдында тұрады жаңа делдер. 2012 жылдан бастап біздер фондтардың атауларын, сосын тізімдемелердің ішіндегі істердің атауларын салып шықтық. Бұл үлкен жұмыс. Енді әр құжатқа біздер келіп тіреліп жатырмыз. Бюджеттен қаржы қарастырылған болатын, соған керекті жабдықтармен программа сатып алынды. Ол сканерлер, олардың жылдамдығы 0,3 секундта бір бетті электрондық форматқа айналдырады.